Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі видеода мен сіздерге әлемді үрейде ұстаған мемлекет туралы айтатын боламын, яғни Британия империясы. Видео басталмай жатып, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Бұл мен үшін үлкен еңбек. Ендеше видеомызға көшейік. Британия империясы барлық қоныстанған континенттерде колониялары бар адамзат тарихындағы ең үлкен мемлекет. Империя өзінің ең үлкен аумағына 20 ғасырдың 30 жылдардың ортасында жетті. Содан кейін Біріккен Корольдіктің жерлері 34 миллион 650 мың 407 километр шақырымға кеңейді. Бұл жер бетінің шамамен 22%-ын құрайды. Империяның жалпы халқы шамамен 480 миллион адамды құрады. Сол кездегі адамзаттың шамамен 1/4 бөлігі. Енді мен осындай алып империяның қалай құрылғандығы туралы айтатын боламын. Англия ең алдымен Ирландияны басып алды. Содан кейін 16-17 ғасырларда теңізде үстемділік жүргізу үшін алдымен Испанияның, кейіннен Голландияның соғыс флоттарын талқандап, Португалия мен оның отарларын өзіне тәуелді 1607 жылы Солтүстік Америкада тұңғыш ағылшын иелігі пайда болды. 7 жылдық соғыста ол Францияға күйрете соққы беріп, Испанияның отарлық қуатын жойды. Көп ұзамай француздар билеген Канаданы басып алып, Солтүстік Америкада өз үстемділігін орнатты. 1757 жылы Үндістан түбегіндегі Бельгияны басып алды. Отар елдерді тонау есебінен Англияда үлкен ақша қоры пайда болып, өнеркәсіп төңкерісі жасалынды. Бірақ 18 ғасырдың аяғында Британия империясы дағдарысқа ұшырап, Солтүстік Америкада 13 отарынан айырылды. Соған қарамастан 19 ғасырдың бірінші жартысында Үндістанды толығымен, Австралияны, Жаңа Зеландияны, Оңтүстік Африканы жаулап алды. Апин соғысынан кейін Қытайды Гонконг аралын жалға беруге көндірді. Ал 19 ғасырдың 80-90 жылдары Африканың батыс және шығыс жағалауларын басып алып, Кипр аралына, Мысырға, Бирма мен Ауғанстанға бақылау орнатты. 20 ғасырдың бас кезінде Иранға, Иракқа, Осман империясынан бөлініп шыққан араб мемлекетіне үстемділік етті. 19 ғасырдың аяқ кезінен бастап Ұлыбритания дүние жүзінде өз позициясын жоғалта бастады. Соның әсерінен Канада, Австралия, Жаңа Зеландия сияқты отарларына өзін-өзі басқару құқығын беріп, Британия доминионына айналдырды. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Британия империясының экономикалық дағдарысқа ұшырауын пайдаланып, доминиондар сыртқы саясатқа да өз тәуелсіздігін қол жеткізді. Отарларда ұлт-азаттық қозғалыс күшейіп, Ауғанстан, кейіннен Ирак пен Египет тәуелсіздік алды. Екінші дүниежүзілік соғыс Британия империясына қатты күйрете соққы берді. Жапониямен соғыс нәтижесінде Англияның оңтүстік шығыс Азиядағы отарларына ұлт-азаттық соғыс қатты күшейіп, соғыстан кейін Үндістан мен Пәкістан, Бирма мен Цейлон тәуелсіздікке қол жеткізді. 50-60 жылдары күрт күшейген ұлт-азаттық қозғалыстар нәтижесінде Британия империясына кіретін Азия мен Африка елдері түгелдей тәуелсіздік алды. Осы тәуелсіздік алған елдерде мәселелер азайған жоқ, керісінше көбейді. Британия мен саяси экономикалық байланыстардың үзілуі жаңадан тәуелсіздік алған елдерді өз ішінде дағдарысқа ұшыратты. Діни қақтығыстар мен тайпалар арасындағы қақтығыстар күшейді. Бөлініп шыққан елдермен өзара байланысты үзіп алмас үшін әрі үстемділікті сақтау мақсатында Британ достастығы құрылды. Содан кейін отарлар өз ішіндегі қақтығыстарды тоқтату үшін және экономикалық байланыстарды үзіп алып, елді дағдарысқа ұшыратпас үшін бұрынғы отарлардың көпшілігі өз еріктерімен достастыққа мүше болды. Бұл достастыққа кіретін елдер сөз жүзінде болса да, Ұлыбритания королевасын ел басшысы ретінде мойындайды және өзара тығыз экономикалық байланыстар орнатқан. Ең қызығы, британдық патша отбасының тарихы жүздеген жылдардан бері әлі жалғасып келеді. Бірақ бүгінгі күні монархияның рөлі бұрынғы мағынасын жоғалтты. Бүгінде патша отбасы тек декларация қабылдап көрініп қана жүр. Дегенмен монархты мүлдем пайдасыз деп айтуға болмайды.
Мысалы, қазіргі таңда патшайым Елизавета II министрлерді тағайындауға және оларды қызметінен алып тастауға, төлқұжат беруге және тіпті соғыс жариялауға құқылы. Дегенмен, егер патшайым шынымен де Францияға шабуыл жасамақшы болса, қазіргі премьер-министр бұған жол бермейді. Ал соңғы шешімді әрине премьер-министр қабылдайды. Ұлыбритания. Қазіргі таңда Еуропаның солтүстік батысында, Британ аралында, Ирландия аралында, сонымен қоса ұсақ аралдарда орналасқан мемлекет. Құрлықтың Ла-Манш және Паде-ле-Кале бұғаздары арқылы бөлінген. Аумағы 244 мың километр шақырымды құрайды. Халқы 62 миллион адам. Астанасы Лондон қаласы. Лондонда 7 миллионға жуық адам бар. Халқының 80%-ға жуығы ағылшындар, 15% шотландықтар, уэльстіктер мен ирландықтар, 5%-ға жуығын Британ достастығы елдерінен келген иммигранттар құрайды. Ағылшындар Англияның мемлекеттік шіркеуі нанымдарын ұстанса, шотландықтардың басым бөлігі пресвитериандар. Ирландықтар негізінен католиктер. Қалғандары ислам мен тағы да басқа діндерді ұстанады. Ұлыбританияда халықтың 89%-ы қалада тұрады, ал қалғандары ауылдарда мен шалғындық жерлерде қоныстанған. Ендеше біз видеоның соңына да келіп жеттік. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Өйткені бұл мен үшін үлкен еңбек, ал сіздер үшін 1 секундтық іс.